Истихара сөзі жақсылық іздеу, бір істің ең қолайлысын таңдау деген ұғымды білдіреді. Бұл дұғаны оқып, Алла тағаладан адам қажетін сұрайды. Сосын бастағалы тұрған ісіне көңілі тартса, жақсы үмітпен бастайды. Ал көңілі тартпаса, ол істі істеу-істемеу өз еркінде болады. Бұл жайында нақты белгі болатын бір түс көруі де мүмкін. Намаз оқуға жағдайы келмесе, яғни әйелдер истихара дұғасын жасаса да болады. Егер қай істі істейтіні туралы нақты шешім таппаса, онда истихара намазын қайта оқиды. 7 рет оқуға болады. Бұл дұғаны оқу пендені Алла тағаламен байланыстырады. Осыдан-ақ намаздың мұсылман үшін қаншалықты маңызды екенін түсінеміз. Арнама тіркеліп, жазылып қойыңыздар.